Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен сандуғаш. Бүгін біз осындай жемчугтан жай ғана алқа жасайтын боламыз. Және бізге керекті заттар застежка сувенирі, 2 протектор қажет, және 2 крем тачк керек, және 1 колечко керек кішірек размерде. Және де осындай мешбус ретінде мен осындай кремді қолданатын боламын. Ұсақ және трость қажет бізге. Осындай ювелирный трость және де инструменттер қажет. Енді бірінші тросымызды ұзын қылып, мойынға жететіндей қылып өлшеп аламыз. Алдық. Енді қайшымен қиып тастаймыз. Қайсын немесе кусачкамен қиып тастасаңыз дұрыс болады. Енді ең бірінші біз бас жағын дайындап аламыз. Ол үшін біз кремді артынан протекторға өткіземіз. Протектордың екінші жағынан өткіземіз енді. Негізі осы арада сіздер колечко салып жіберуге болады. Өздеріңіз білесіздер. Бөлек салуға да болады енді. Не, әкеп айналдырып әкеп протекторымыздың екінші жағынан өткіземіз да, сол кремге қайтадан өткіземіз. Осындай болу керек. Енді осы кремді бекітеміз арнайы инструментпен. Бекіттік, бекітілді. Байқасаңыздар. Енді жемчугымызды толықтай бәрін төгіп аламыз. Бұл 6-шы размердегі, 5 және 6-шы размердегі бізде натуральный жемчуг рис. Енді біз бас жағына 5 жемчугті өткіземіз. Бес жемчугті өткіздік, жемчугті. Және де мына артық тросты осы жемчугтың арасына салып жібереміз. Енді 5 жемчугтан кейін тартамыз. Біз осы мешбусымызды алып, шарики екінші размердегі болады. Менде бұл крем, мен бұны мешбусы ретінде қолданатын боламын. Бір мешбусы, артынан бір жемчугті өткіземіз. Кезек-кезек өстіп өткізе береміз. Мынау екінші размердегі мешбусы, өте кішкентай, екінші размердегі. Осы жемчугіміз біткенше ара-арасына бір салып өткізе береміз. Міне қараңыздар, осындай болады. Көрініп тұр ма? Өстіп, бізде аяқталғанға шейін өстіп бірді өткізіп. Осылай міне жемчугіміз қайталай береміз, пока жемчугіміз біткенше. Бір ниттегі қанша жемчуг бар, бізде соның бәрі біткенше осылай қайталаймыз. Және описанияға мен барлығын жазып қоямын, размерін, қанша штук кетті және не қолдандым, барлығының размерін описанияға жазып қоямын. Енді мынада қала 5 штук неттік, аяқ жағы да тура сондай болу керек. 5 штук арасына қалған 5 штук жемчугімізді қалдырып, арасынан мисбуш салмай осылай өткізе саламыз. Міне, біттік. Тура осылай. Міне, көріп тұрғаныңыздарыңыздай. Енді мойынға өлшеп көреміз.
қазір біз енді бір нит осы өткізіп болдық жемчугімізді. Енді басында қалай істедік, жасадық. Осылай бекіттік кремді. Енді аяқ жағында да тура солай жасаймыз. Бірінші кремді салып тросқа, міне, екінші протекторды өткіземіз. Міне, өткіздік. Жерінде жемчугтың арасында өтпей тұр қазір. Жемчуг өзі кішкентай размерлі болғаннан кейін кейбір жемчугтың арасынан сөйтіп өтпей қалады. Енді жемчугтан енді өткізсеңіздер де болады, асықпай өткізбей осы жерден алып қия салсаңыздар болады тросты. Аса қатты маңызды емес. Енді басында қалай бекіттік, соңында да тура солай бекітеміз мына кремді. Крем вантаж деген тура басқа түрі болмайды. Бұл вантаждың тек осындай ғана түрі. Енді осыны тұрған жерін басамыз. Басқа көп басасыздар. Бекіттік. Енді мына артық жерін мына жерде өсіп қиып тастауға да болады. Кусачки немесе қайшы болса қиып тастауға болады. Енді біз осы застежкамызды саламыз. Мына жағына, мына застежканың осындай өзінің колечкиі болады бір жағында. Соны алып ашамыз. Екі инструментпен алып жанына қарай жылжытамыз. Жылжыттық жанына қарай. Аштық. Енді протекторға өткіземіз да. Кішкене ашып жіберейік. Аштық. Протекторын салдық, енді қайдан бекітеміз. Қайдан орнына келтіреміз жанына қарай жылжытқан колечкемізді. Енді тағы бір жағы ұсақ колечкемізді алып 3 мм-лық мынау колечкенің размері. Алып инструментпен жанына қарай жылжытамыз. Жылжыттық. Енді моншағымыздың бір жағын өткіземіз және бір жағына осындай ұсақ удлинительді застежкасын удлинителін саламыз. Енді бекітеміз. Бекіткенді жақсылап бекітіңіздер, мынау шығып кетуі мүмкін. Міне, осымен алқамыз дайын. Бұл үлкен кісіге арнап жасалынған жемчугтан алқа. Ол онсыз жай өзі ғана таққанға әдемі. Еш қиындық жоқ. Ең бірінші мынау бекіткен бекісін жақсылап бекітіп алсаңыздар, былай ешкімде қиындық жоқ. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер, подписаться кнопкасын баса кетіңіздер.